Шығыс Түркістан деп аталатын Жоңғар даласы мен Алтайдың арасында жатқан ұлан-ғайыр аумақ қазақ халқының тарихи ата қонысы. Осы далада тіршілік кешкен ата-бабаларымыз ешқашан тәуелсіздік жолындағы талпынысын тоқтатқан емес. Алтай мен Тянь-Шанның арасын мекен еткен қазақ кеудесін ұзақ уақыт ешкімге бастырмай келді. Өткен ғасырдың 40-шы жылдары Алтайдың Көктағай ауданында азаттыққа қауіп төнгенде көтеріліс басталды. Оған Оспан Батыр қолбасшылық жасап, қазақ тарихшылары оны хан Кенеден кейін араға 100 жыл салып, тарих сахнасына азаттық аңсаған қаһарман келді деген баға берді. Кенесары орыс тең бірегіне қарсы шапса, қытайлық империялық қызыл тасқынға қарсы Оспан солай шапты және қарсы тұрды. Өзінің ең соңында жеңіліске жететінін біле тұрса да ұлтының рухын жоғалтқысы келген жоқ. Оспан үшін өр Алтайға көз алартқанның бәрі жау болды. Қасиетті жер үшін Қытай мен Қырғызды, Моңғолмен теке тіресіп, кеңес үкіметімен де керісіп қалды. Ақырында мен тек қазақ мүддесі үшін сайтанмен де тіл табысуға әзірмін деп әңгіменің тоқ етерін айтты. Оспан Ислямұлы 1899 жылы Алтай аймағы Көктоғай ауданы Өндірғара деген жерде дүниеге келді. Оспан Батырдың балалық шағы да қазақтың шығыс шекара шебінде орналасқан атыс пен шабысқа толы өр Алтай өңірінде өтті. 1911 жылы Бөке Батырдың жағында Қытайлар және орыстарға қарсы күрестің ішінде жүреді. Әлемде екінші дүниежүзілік соғыс өрті шарпығанда Қытай үкіметі тарапынан шығыс Түркістан жеріндегі түркі халықтарына қысым күшейіп, Оспан Ислямұлын көтеріліске итермелейді. 1943 жылы ол Қытай басқыншыларының бетін қайтарған соң Алтай қазақтарының ханы болып сайланады. Бұл аймақта 1945 жылы қайтадан Қытаймен текетірес басталып, 1951 жылы Оспан Батыр қолға түседі. Ол 1951 жылы 29 сәуірде Үрімшіде елдің алдында атылады. Негізі Оспан Батыр ол оралмандардың ғана айланысатын, немесе жаңағы шығыс Түркістанның қазақтарына ғана тән тұлға емес. Қазақтың мүддесін, қазақтың тарихына, қазақтың батырлығына өзінің ойып тұрып атын жазған кісінің біреусі Оспан Ислямұлы. Соның аруағын ұлықтауға империялық идеология және империялық сана кедергі. Және екінші жағынан Қазақстанның геосаяси тұрғыдан ең жақын ұлы көршілердің бірі болып отыр. Мінекей осындай факторлар мынау қазақ жазушыларының, қазақ тарихшыларының қолын байлаумен келді. Қазақтардың осы күнгі жат жұрттық болуының тарихи себебі Шыңжаңнан бастау алды. 19 ғасырдың соңында Ресей мен Цин империясы қазақ шекарасын бөліске салып, мекендеп келген жерін бір тұтастығынан айырды. Сол кезде Шыңжаң деген өлке пайда болып, шығыс Түркістан Қытай аймағында қалып қалды. Ол жерді сондағы қаныпезер саясаткер Шың Шисай билеп тұрған еді. Губернатордың қанқұйлы саясаты Оспан Батырдың азаттық үшін қолға қару алуына итермеледі. Қытай өзін бір зорлықшыл империя деп көрсеткісі келмейді. Мысалы, сол Шың Шисай деген губернатор болған 34 жыл мен 44 жылдардың арасында Шыңжаң өлкесін басқарған. Сол сотсыз 4000 қазақтың несін жинап, оқыған, білікті, абыройлы азаматтарын жинап, 4000 адамды атып тастаған. Қарасы соңғы деген енді репрессияның ең жоғарғы формаларын қойды. Державалар өздерінің саяси мақсаттарына пайдалану үшін аңғал Батырды арбауға көшті. Қасында тұрған кеңес елі мен Моңғолияның мақсаты белгіледі. Гаминдан үкіметінен қауіптенген Моңғолия басшысы Шойбалсан Оспан Батырмен одақтасып, Қытайларды өз шекарасына жақындатпаудың жолын іздеді. Сталин қазақтың қас батырын үлкен саяси күш деп түсінді. Ал арада жатқан ақш пен Ұлыбритания елші жіберіп, Оспан Батырмен кездесу арқылы өз мүдделерін көздеді. Қазақ көтерілісшілердің күшеюі әлемде болып жатқан саяси шиеленістермен түс келді. Бұл кезде екінші дүниежүзілік соғыстың оты тұтанып кеткен болатын. Оспан Батыр туралы айтатын болсақ, сол кездегі Америка құрама штаттары, Кеңес одағы, Қара Қытай, Қызыл Қытай, Моңғолия үкіметі сынды 5 елдің патшасы онымен тікелей байланысты және тікелей сөйлесті, немесе тікелей сөйлесуге жол іздеді. Демек, 5 патшаны өзінің аузына қаратқан Оспанның құдіреті қандай деген сұрақ кез келген оқырманда, кез келген азаматта туы керек.